шанамен былғанбаған, қалыпқа салынбаған бояу ғана адамның жанына сан түрлі жолмен сыр шерте алады деген екен Оскар Уайльд. Ағылшынның атышулы жазушысы 1884 жылы мына шіркеуде некесін қидырған. Қалыңдығы Констанс сары көйлек киген екен. Киноскопқа қош келдіңіздер. Бүгін біз кинодағы бояудың маңызы жайлы айтамыз. 1900 жылдардың өзінде Жорж Миллестің алғашқы фильмдері түрлі түсті болатын. Бірақ кинотуындылардың көпшілігі 30 жылдардың аяғына дейін түссіз болып қала берді. Оз сиқыршысы фильмімен кинематографияға кемпір-қосақтың 7 түсі бірдей келгенде жаңа әлемге есік ашылғандай еді. Сұрқай өмірден Гейл ғана емес, күллі көрермен де қиял әлеміне қадам басты. Закрепился за Тарковским. Тарковский айтпақшы, біз бояуды қарапайым өмірде байқай бермейміз. Көріп тұрып, көрмеуіміз мүмкін. Тек бағдаршамнан өтерде, түрлі гүлдерден гүлдестер жасайтын кезде кенет түс маңызды болып шыға келеді. Ер адамдар әдемі көйлек киген әйелді көргенде ғана түстерді көруі мүмкін. Еркектер ғана емес, біз де тек сол кезде көңіл аударамыз. Әйтпесе күнделікті өмірде біз күннің қызарып батуы мен шығуы сияқты әдемі көріністерде ғана түс эстетикасына назар аударамыз. Тарковский нағыз кинода түс керек кезде пайда болуы тиіс дейді. Кино – это как поле битвы. Любовь, ненависть, действие, насилие, смерть. Одним словом, чувство. Эмоция жарық пен бояудан түзіледі. Табиғат бояулар арқылы жымияды деген сөз бар, ал киноның өз қисыны болады. 1924 жылы түсірілген Ашкөздік фильмі бояудың ең алғаш метафоралық пайдалану үлгісінің бірі. Ақ-қара әлемде алғашында алтынды ғана көретін кейіпкер санасы біртіндеп ашкөздікке жұтылады. Күнәға батқан қала сияқты кейінгі фильмдерде де осындай таңдаулы сатурация қолданылады. Шиндлер тізіміндегі қызыл пальто фашизм күшейген жылдары Холокост көзге оттай басылып тұрған. Бірақ әлем әрекетсіз қалды дейтін режиссерлік пайым. Дауылдың да, жауынның да алдында тымық болады. Бояуды байқау үшін реңсіздікті де көрсету қажет. Значит, Азберген был здесь? Уверен, зачем спрашиваешь? Насмехаетесь, Бека, грамотей. Кейде түстің болуы мен болмауы да өзінше баян. Дәмір Манабайдың Сұрапыл Сұржекей фильмінде киіз үйші түрлі түсті. Далаға шыға келгенде мүлде бөлек түссіз әлемге түсесіз. Сыртқы дүниені сүреңсіз етіп жіберген кеңестік жүйе қазақ тірлігінің тінін талқандап үлгермеген. Бірақ біртіндеп оның да түсі солғындай түседі. Өлім де үй ішінде, зұлымдық та солай. Көшеге орнаған кеңестік жүйе киіз үйге еніп, оның өзегін кеміре бастаған. Фильмнің соңғы көріністерінде бір кезде түрлі түсті болған киіз үйдің іші, шаңырақ, бесік, бұйымдар реңсіз далада шашылып, құмға көміліп жатады. Кеңес одағының қазақ өмірін түбірімен қиратқаны туралы шешен образдар.
Түс теориясы дегеніміз не? Матрицада жасыл бояу неге көп? Қызыл кебіс неге қызыл болуға тиіс деді? Кейде фильм не сахна белгілі бір бояуға басымдық береді. Қыз жібекте қызарып батқан күн төлегеннің қанына боялғандай. Ал әлемнің бұла енжарлығы фильмі ақ гүлдің бейнесімен ашылады. Фильмнің бас кейіпкері нәзік те сұлу Салтанат дерсіз. Келесі мезетте гүл бетіне қан тамады. Фильмнің оқиғасы қалай өрбитінін осыдан ақ аңдай беріңіз. Тағы бір көріністе қуандық гүлге су құяды. Бұл оның Салтанатқа жанашырлығы. Ұстара жүзімен жүгіргендер 2049 фильміндегі жалқын сары заман ақырдың уланған бояуындай. Ад Астра фильмінде қошқыл гүлдің түс құпияға толы ғарыш қойнауындағы қорқынышты сипаттайды. Экс Макина фильміндегі қызыл жарық жасанды интеллектінің қауіптілігіне меңзегендей. Бұл қызылдан агрессия мен ашу сезіледі. Әрине ойға ғарыш Одиссеясы оралады. Мұның бәрі жылы түстер. Ал жасыл, көк сияқты кей түстер суық болады. Титаник фильміндегі бұл әйгілі сахнаның көкпен көмкерілуі де тегін емес. Ол суық түн, аяусыз мұхит суын ғана емес, өлім туралы суық ой мен мұңды жеткізеді. В теории кино есть понимание цвета. Кино теориясында түстердің екі бағыты болады. Мәселен, қызыл түс қан, махаббат, жауыздық, әлімжеттік, сары жылу, күн, ал лимон түсті сары салқындық, әумесерлік, жасыл түс шөптің түсі, сабырлықтың, мейірбандық немесе әзәзілдің көзінің түсі. Көк ол аспан, тазалықтың түсі. Бұл дегеніңіз тек бір бағыт, яғни түстер символикасын білдіреді. Ал кейіпкер бірде ақ түс, енді бірде қара түс кисе, ал соңына қарай қою қара түстерге ойысса, оның құрдымға кетіп бара жатқаны байқалады. Керісінше, қарадан аққа ауысса, кейіпкердің өрлеуін, өсуін көруге болады. Кино әдебиеттен гөрі музыкаға ұқсау керек дейді Стэнли Кубрик. Өйткені кино ең алдымен көңіл күй мен сезімнің дамуы. Бояуды мағынаның іргетасы ретінде қарастырып, түс категориясында ойлайтын режиссерлер бар. Ағайынды Савдилердің сол бір кез фильмі. Роберт Паттинсон мен оның науқас бауыры. Екеуі банк тонаған. Қуанышты. Бірақ банк жүйесі ақмақ емес екен. Кенет экранды қызыл тұман жауып кетеді. Қып-қызыл әлемдегі бауырлық сезім. Адасқан адамды қылмысқа итеретін қу кедейлік. Кейде бояулар жалғыз тұрғанда емес, өзара диалогта ашыла түседі. Қарама-қайшылықтар тартылады дейміз. Расында да бояулар схемасында бір-біріне қарама-қайшы орналасқан түстер өзара жарасым тауып жатады. Вертиго фильміндегі сары мен қошқыл гүлгіннің үндестігіне қараңыз. Немесе жасыл мен қызылдың үйлесімі. Фильмдегі қызыл Скоттидің беймазалығымен байланысты, ал жасыл Мадленнің мотиві. Джудидің Мадленге айналып, Мадленге жұтылып кетуі бөлменің жасыл жарығы арқылы көрсетіледі. Яғни оқиға бұл фильмде түс арқылы өрбейді. Во-первых, отвечает той реальности. Біріншіден, экрандағы көрініс қай уақытты бейнелейтіні маңызды. Егер оқиға түнде өтетін болса, суық түстерге, ал күндізгі уақытты суреттесе жылы түстерге жүгінеміз. Мен түстер белгілі бір идеяны суреттеуі тиіс дегенмен келіспеймін. Кейіпкердің көңіл күйін жеткізсе болғаны. Немесе ол түс көретін болса, суық түстермен берілуі мүмкін. Көбінесе картинаның аяғында салқын түстер қолданамыз. Демек, картинадағы түстер көрсетім келген уақытқа қарай және өзара үйлесімді түстер жиынтығы арқылы таңдалады. Так грустно от того, что жизнь совсем не похожа на роман. Я хотела бы, чтобы она была такой же ясной, логичной
органичны. Кейде фильмдегі бір кадр екі емес бірнеше түсті өзара үйлестіреді. Жан-Люк Годар кездейсоқ бояуды экран кеңістігіне енгізбейтін режиссер еді. Әумесер Пиро фильмінде көк, қызыл мен сарының қатынасын жиі көреміз. Мұнда көлікте, көшедегі белгілер де қызыл. Тіпті шатыр мен қызыл сарыға боялған құбырлар да құрастырылған кеңістіктің бөлшектері. Өмірдің өзі қайшылықтан, көзқарастардың шарпысуы мен тартысынан тұрады. Кей фильмдерде бояулардың айтысына айналады. Әр бояуға бір мағына үстеу арқылы палитрада пәлсапалық ой айтады. Бояулар эмоцияны оятады, эмоция ой түрткі болады. Қызыл, сары, көк. Түстер үйлесімінің үлгісін «Ол болсын» фильмі көрсетеді. Мұнда әр бояудың орны бар. Қызыл өзіне сенімді ұл болсын, өз дегеніне ұмтылу, еркіндік, есею. Сары оның сіңлісі Ажар, пәктік, тазалық. Келін етіп түсіргенде Ажардың басына ақ орамал таққанымен, ол есейгенде орамалы қызылға ауысады. Ал керісінше, ұл болсынды сабап, тазарту ғұрпын өткізген соң, қызыл орнына сары орамал тағылады. Көк қоғамның, полиция мен қарулы күштердің емші үргеннің түсі. Бұл түстердің өзара жарысатыны сондай, жаулықты байлаумен шешу сияқты әдепкі қимыл астарлы мағынаға ие болғандай. Өмірдің өзі қоғамдағы түрлі құндылық пен пәлсапаның тартысы. Адильхан Ержанов – это тот режиссер, который абсолютно работает с символами. Әділхан Ержанов символдармен жұмыс істейтін режиссер. Оның картиналарында күнбағыс, сары түсті қолшатыр тектен-тек пайда болмайды. Немесе фильмін сары мысық деп атауда тегін емес. Яғни ол классикалық түстер контрастымен жұмыс істейді. Сары мен көктейік фильмнің бас кейіпкері өмірінің өзгергенін қалайды. Ал оның сүйіктісі Камила Нұғманова аспан түстес көк көйлек киген, таза, қуыршақ сияқты қыз. Міне осы Ван Гогты еске түсіретін түстер үйлесімінен ерекше тартымды картина пайда болады. Стиль деген өзіңді қайталау дейді. Жиі кездесетін әдіс, тәсіл, тіпті түстің өзі мотивке айналады. Түйсік фильмінде қызыл түс кейіпкерді ғана емес, көрерменді де алға жетелейді. Ол бала Коулдың тылсым әлеммен байланысының дамуының көрінісі. Түс трактовкасы аса субъективті ұғым. Бірақ авторлық трактовка белгілі бір түсті қайталай қолдануымен өріліп шығады. Қызыл түсті қайталау арқылы мотив тудыратын фильмнің бірі америкалық сұлулық. Мұндағы қызыл қиял, құштарлық, сатқындық пен күш көрсету ақыр аяғында өлімнің түсі. Бір бояудың сан мың астары болады. Бірақ түстердің патшасы қызыл, мағыналық бояуы ең қалың түстің бірі. Мына біз тұрған Паддингтон вокзалында түсірілген «Осы аттас» фильмінде сонау Перуден ат шалдырып келетін кішкентай қонжық адамдарға имандай сенетін. Яғни қызыл, оның қызыл қалпағы секілді адалдықтың белгісі болатын. Қыз жылаған фильмінде Ләйла дүниеге сәби әкелерден бұрын қызыл көйлек киеді. Қолында от бар. Кевин туралы сөйлесуіміз керек. Фильмдегі беймазалық қан қызыл түстің қайталай қолданылуынан құрастырылады. Баласын түсіне алмаған ана, анасын түсіне алмаған бала, перзенттік махаббаттың жетіспеуінен әлемге ағытылған ашу, қанды оқиға. Британ режиссері Лин Рамсидің бұл шығармасында зорлық-зомбылықты тікелей көрмесеңіз де бойыңызды беймазалық билейді. Көркем түстің құдіреті. Қызыл анардағы шашылған анар, шашылған қан түйіршіктеріндей әсер етеді. Болат Қалымбетовтың Мұқағали фильміндегі шашылған қызыл алма да сондай. Я тоже хочу спросить вас кое о чем. О чем же? Где вы купили этот галстук? Я не знаю, откуда он. Мне всегда жена покупает галстуки. Правда?
Вон Карвайдың «Махаббат күйі» фильмі. Қос көрші. Бірі әйелін, бірі күйеуін қызғанады. Әрқайсысы өз некесіне адал болуға серт берген. Бірақ экранды біртіндеп жаулап алатын қызыл бояу күшейген сайын, екеудің өзара ынтызарлығы да жан таптырмайтынын сезесіз. Бұл кеңістік пен бояудың кейіпкер жалғасына айналуының сирек мысалы. Желтый цвет, так же, как и красный. Қызыл, сары сияқты түстер ең алдымен энергиясы көп түстер. Түні бойы жұмыс істеп, шаршап отырып энергетик сусын ішкендей сезім сыйлайды. Әсіресе осы түстердің үйлесімі кадрға қандай да бір қуат береді деуге болады. Яғни сары мен қызыл қоздырғыш түстерге жатады. Олар картинадағы оқиғаларды алға жылжытуға көмектеседі. Әділхан Ержанов бояуларға мағына үстемейтінін, сарының тазалық белгісі еместігін айтқанымен, оның фильмдерінде кейде сары бояу бейгүнәліктің бейнесіндей болатыны рас. Қап-қара адам фильмі. Пукуар сары бас киім киген. Көз жұмған баланың жанында сары шар жатыр. Пукуар мен оның достарының жанында да сары шар тұр. Әдемінің басында да сары банты бар. Бастықтың баласы да сары доппен ойнайды. Бекзат қаратас қарақшыларына қарсы шығып, жеңіп әрі жеңілген сәтінде қолында әлде бір сары зат ұстап отырады. Әсіресе новая волна дейді, жаңа толқын кезеңдегі режиссерларды қарасаңыз, одан кейінгі режиссерларды қарасаңыз, әсіресе авторлық фильмдерде жүрген, түсіріп жатқан көптеген режиссерлардың фильмдерінде сарғыш түс басым. Мүмкін көп фильмдерім степ деп өтеді, мысалы степ дала ол сары, сондықтан да болар қазақ киносында сары түс өте үлкен жоғары деңгейде қалыптасқан. Қазіргі кездегі фильмдерде де осы кейінгі Әділхан Ержановтың фильмдерінде сарғыш түсті көп байқаймын. Мысалы Эмир Байгазиннің фильмде де сондай сарғыш түстер көп. Бояудың қанықтығы да маңызды. Кейде ол жарқын әлем туралы айтса, кейде агрессия, аяусыздық туралы да болуы мүмкін. Эля Гильманның «Күнбағыс» фильмі қанық бояуларды пайдалануымен есте қалады. Расында да бұл отбасы аяусыз. Әке де, ана да, бала да өзгелерді құрбан қылуға дайын. Николас Виндинг Рёфнның «Құдай ғана кешіреді» фильмінде жұмсақ түс жоқ. Бәрі тым көзге ұрады, оқиғаның өзі сияқты. Түстер мейірімсіз, кейіпкерлерді қоршаған дүниенің заңдары сияқты. Қанық бояулар әрдайым үрей мен беймазалық тудыруы міндет емес. Тарсем Синхтың «Құлау» фильмін алыңыз. Ауруханада жолыққан Рой мен кішкентай Александра ертек айтады. Мұндағы қанық түстер адам қиялы да, мүмкіндігі де шексіз. Сондықтан осы бояулардай батыл бол деген ой салады. Мүмкін емес болып көрінген қиял әлемі шындыққа айналуы әбден мүмкін. Әлемнің бұла енжарлығы фильмінде қанық бояулар осы мақсатта қолданылған. Для меня всегда было очень яркое такое событие. Мен үшін Әділхан Ержановтың «Әлемнің бұла енжарлығы» фильмі ерекше оқиға болды. Ол жай ғана түрлі түсті фильм емес. Ол қанық түстерді мақсат түрде пайдаланады. Бұл экрандағы ала-құлалық емес, қайта түсімізде көретін әлем. Жарық, жарқын, шындыққа ұқсамайтын әлем. Қазақ киносындағы пейзаждағы қызыл, жалқын қызыл түстері бар контраст та өз шындығымыздан биіктеу. Биіктегенде де оны байыту үшін қызмет етеді. Спайк Джонстың «Ол» фильмін алыңыз. Бас кейіпкер Теодор кісі тілін таба алмай, елгезекте аңғарымпаз компьютер бағдарламасына ғашық болады. Бірақ бағдарламаның қуаттылығы сондай, бір емес миллиондаған адаммен бір мезетте байланыс орнатады. Теодор оны қабылдай алмайды. Адам баласының өзімшіл махаббаты. Жұмсақ бояулармен көмкеру фильмдегі мақпал мұңды жеткізеді. Бұл адам болмысының шектеулігін мойындау және соны қабылдау. Алайда пастель реңктерге келгенде Уэс Андерсонның құрастыратын әлемінің әсері өзгеше. Толығай корольдігі фильмін қараңыз. Сары, қоңыр, жасыл. Бір-бірімен мінсіз үйлесіп көзге жылы тиеді.
жұмсақ түстермен сурет салу жөнінен Гранд Будапешт қонақ үйі фильміне теңесер туынды жоқтың қасы. Әйгілі қонақ үйдің қызметшісі қалайша оның қожайынына айналғаны жөніндегі баян. Бояулар жұмсақ, кешірімді. Бояулардың болмашы өзгерісінен уақыт ағымын ғана емес, фашистік жүйенің қиратушы қуатын көреміз. Бұл әлемде қуғын мен атыс шабыс та, қызғаныш пен арамдық та болғанымен, пастель түстер бәрін жұмсартады. Агата мен Зероның бала махаббаты сияқты фильмде үйлесімді, бейгүнә бояулармен көмкерілген. Таспаға кенеп ретінде қарайтын Уэс Андерсон шындықты таспаға жазып алам деп бәлсінбейді. Бұл құрастырылған және соншалықты шеберлікпен құрастырылған кеңістік. Кино түрлі ингредиенттер қосып ас әзірлеумен бірдей. Ал түс, бояу, оның тұздығы. Келесі киноскопта кездескенше.